той менен сифахты, зина мен сифахтың арасы, зина менен никахтың арасы, сифах пен никахтың арасын айырып беретін нәрсе дауыстың шығуы. Дауыс болу керек. Сол үшін подпольный үйленулер негізі жақсы емес ол бағанағы. Не әке біледі, не шеше біледі, не әкең біледі, не сен шешең біледі, не туысқандарың біледі, жай некелеп аласың да бір домға алып барып қоясың анда. Немесе ауылына, немесе сондай. Негізі бұл неке емес деп айтпаймыз енді. Кейбір ғалымдар неке емес деп айтады. Имам Малик рахимахуллахтың мазхабы бойынша жарияланбаған неке емес. Шейхул Ислам соны дұрысырақ деп айтады сол сөзді. Себебі некені жариялаудан уәлиді шарт қылудан мақсат не ол? Зина болмау. Зинадан сақталу. Мынау кімнің баласы, кім қызына кетіп жатыр, одан туылған бала кімге нисбаты беріліп жатыр, кімге тіркеліп жатыр дей ма не дейді? Кімге тіркеліп жатқан екені біліну керек. Солардың ең биік себебі не ол? Уәлидің рұқсаты. Солардың ең биік себептерінің бірі не ол? Той болуы да, жариялану да. Сол бір жерде дүфтің дауысы шықса, демек сол жерде не болып жатыр екен? Пәленшінің үйінде той болып жатыр екен. Не болып жатыр десе, пәленші түгеншіге қыз беріп жатыр екен. Болды, алхамдулилла. Сол мақсат. Зинадан некенің арасын айыру негізі мақсат сол. Негізі хикмаға бол мәселелерден даналыққа келетін болса, негізінде сонымен бірге туысқандардың несі? Қуанышын. Түсінікті ме? Сол күндерде әйелдер дүф шалса жақсы, қуанышты болса жақсы, кішкентай қыздар ойнаса жақсы, балдар бар, кішкентай балдар, солармен бірге, мысал.